Сағып шаруа қожалығы ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінде Кереку халқына сары қымызды сапырып ішкізу үшін жаңа желіні іске қосты. Бұрыны пластик құтыларға құйылып келген қымыз енді бірыңғай шыны ыдыстармен шығарылатын болады. Жуырда ғана жаңғыртудан өткен цех тәулігіне қымыздың 5 тоннасын өңдеуге қуатты. Қымыз цехындағы жаңалықтарды қазір тікелей байланысқа шыққан тілшімізден білетін боламыз. Қарлығаш, сіз эфирдесіз. Жалпы отандық өнімнің даму қарқыны қандай екен? Қайырлы кеш, Астана Сағып брендімен тұтынушыға жол тартқан 100% табиғи өнім құтыларға осы жерде құйылады. Тұсауы кесілген жаңа желі тәулігіне 5 тонна қымыз дайындауға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде Сағып шаруа қожалығы мемлекеттік қолдаудың арқасында қымызбен қатар жылқы етінен жеңсік тағамдар әзірлейтін дәрежеге жетті. Кезінде 3 бие сауып кәсібін бастаған шаруашылықта қазір жылқының саны 400-ден асады. Оның 180-і сауым биелер. Сағып шаруа қожалығының өнімі көптеген көрмелер мен байқауларда үздік танылды. Сарапшылар қымыздың сапасына жоғары баға берді. Өндіріс көлемі ұлғайып, заманауи құрал жабдықтарды пайдаланудың арқасында қымыздың табиғи дәмі мен пайдалы қасиеттері жойылған жоқ. 40 кеселге дауа болатын шипалы сусынды Павлодардың шипажайлары мен туберкулезге қарсы күрес диспансері алады. Сондай-ақ ұлттық сусынға тапсырыс көрші Ресейден түскен. Енді бірнеше күнде алғашқы легі Мәскеуге жөнелтіледі. Шаруашылық басшысы Төлеу Құшманованың алдағы жоспарларын өз аузынан естісек. Қазағымыздың бекзат сусыны қымызымызды біздің мақсатымыз әлемге таныту. Бүгінгі күнде біз мақтанып айталамыз, Мәскеу қаласындағы сауда үйлермен келісім шарттарымызға қол қойылып, қазір соған дайындықтамыз. Және де алдымызға қойған мақсатымыз Польша қаласына, Түркия қаласына қымызымызды жеткізу. Тағы да бір жоспарымыз осы біздің темір жолымызда, ресторандарында қымызымызды сатып, Айр Астанаға өткізу, солай қымызымызды әлемге таныту. Жанға шипа, дертке дауа, іштен сусын болатын Сағып қымызының жетістігі осындай. Астана. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған Павлодардағы меншікті тілшіміз Қарлығаш Қасиетова. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.